Бүгін өте жеңіл дайындалатын және өте дәмді печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 200 грамм сұйық май, 200 грамм қант және жарты чайная ложка разрыхлитель немесе сода қоссаңыздар да болады. Үйде барын қосасыздар ғой. Сосын оны қамыр түріне айналғанша, жұмсақ қамыр түріне айналғанша ұн қосамыз. Содан кейін бірден духовкамыздың табасын қыздырып алып келіп, соған бірден сала береміз. Печеньені әртүрлі формада жасасаңыздар болады, өздеріңізге ыңғайлы. Мен осылай жасадым. Өте жеңіл дайындалады екен және өте дәмді екен. Печеньенің магазин печеньесінен артық болмаса кем емес. Күшті болды бәрі. Өстіп жасап шықтым да бәрін. Содан кейін духовкаға 20 минутқа қойдым 200 градуста пісті. Негізі қарап тұрыңыздар, тез піседі.